Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Al-Fiqhul Muyassar kitabын оқуларға жалғастырамыз. Біз тазалық бабындамыз әлі. Бүгінгі тақырып Мата юфтарадул уду. Дәрет қашан парыз болады? Біз алдында дәреттің түрлерін өткенбіз. Парыз болатын кезі болады, уәжіп болатын кезі болады дәреттің, және де мұстахаб болатын кезі болатын. Сол дәреттің парыз болатын тұсына тоқталайық. Қашан дәрет парыз болады? Юфтарадул удуу алал мухдиси лиуахидин мин арбаати умурин. Дәретсіз адамға төрт жағдайдың біреуі себепті. Яғни айтқанда төрт жағдайдың әрқайсысы себепті дәрет алу парыз болып есептеледі. Бірінші, лиадаи салати саваун канати салату фардан ау канат нафлан. Намаз өтеу үшін. Ол бәрібір намаз парыз болсын, немесе нәпіл болсын, бәрібір намазды өтеу үшін дәрет алу парыз болып есептеледі екен. Қандай намаз болмасын, жалпы дәрет парыз. Екінші, лиссалати алал жаназати. Яғни жаназа намазын оқу үшін. Қайтыс болған адамға жаназа намаз оқу үшін де не керек? Дәрет керек. Білесіздер. Енді ол мәселе былай парыз намазбен қарағанда, 5 уақыт намазбен қарағанда ерекшеленетін жері ол уәли емес және де имам емес адамға егер де жаназа намазын оқу атқан кезде өткізіп алудан қорқатын болса, онда енді дәрет жоқ. Дәрет алып шұғылданған кезде, дәрет алып жатқан кезде, дәрет алып болғанша жаназа намазын оқып қоятынына күмәнданатын болса, онда таямым соғып жаназа намазға қатыса береді. Сондай тұсы бар. Бірақ дегенмен де жаназа намазын оқуға дәрет парыз болып есептеледі. Ал енді имамға және де сол қайтыс болған мәйіттің жақындарына, яғни уәлиіне міндетті түрде дәрет алу керек. Дәретсіз намаз оқымайды. Ал жаңа айтқанымыздай, артынан үйіп тұрған адамдар, олар не істей алады? Егер де дәрет алып шұғылданатын болса, жаназа намазы өтіп кететін болса, онда дәрет алмай бірден таямын соғып жаназа намазға қатыса алатын тұсы бар. Жақсы, үшінші, лиссуджуди тилава. Тилават сәждесі үшін дәрет парыз болып есептеледі. Мысалы, Құранда 14 жерде тилават сәждесі бар. Сол тилават сәждесін оқыған кезде бірден сәжде жасау керек. Енді сол тилават сәждесін жасауға да дәрет парыз болып есептеледі. Лимассил мусхафи шариф. Қасиетті мұсхаф, Құран кәрімнің қағаз түріндегі біз оқып жүрген қолғастап, кітап күйіндегісін ұстау үшін дәрет парыз болады. Өйткені Құранда Аллах Тағала не деді? Ла ямассуху иллал мутаххарун деп келетін аят бар. Білесіздер. Ла ямассуху иллал мутаххарун. Мағынасы, Құранды тек таза болғандар ғана ұстайды дейді Аллах Тағала. Яғни осыдан ғұламаларымыз Құранды таза болу, яғни дәрет болу керек дейді Құран ұстау үшін. Парыз деп есептейді. Каза юфтарадул удуу иза арадал мухдису масса аятин мактубатин фи хаид. Яғни сол сияқылды дәрет алу парыз болып есептеледі. Кімге? Егер де дәретсіз адам бір қабырғадағы, немесе хаид қабырға, немесе бір дуалдағы жазылған аятты ұстау үшін де, егер де мысалы қабырғада жазылып тұрған аятты ұстауды қалайтын болса дәретсіз адам, онда оған дәрет алу парыз болады. Тек қана Құранда емес, жалпы қандай да бір қабырғада немесе бір жаңағы картинкада Құран аят жазылып тұрса, сол Құран аятында ұстау үшін дәрет парыз болады. Ау фи қиртасин дейді. Немесе бір қағазда, немесе бір картон қағазда, бір әйтеуір кішігірім бір жапырақ қағаздың ішінде аят жазылып тұрса, сол аяттың дәл өзін ұстау үшін дәрет парыз болады.
ау фи дирхамин, немесе дирхам. Кезінде енді тиындарда Құран аяттар жазылатын болған. Мұсылман өлкелерінде, мемлекеттерінде сауда саттыққа арналатын тиында, кәдімгі күнделікті қолданыстағы, сол дирхамның жаңағы арқасында болсын, немесе бетінде болсын, аяттар жазылатын болған. Сол аятты да ұстау үшін дәрет парыз болады екен. Енді кейбір кісілер сұрап жатады ғой, мысалы діни кітапты дәретсіз ұстасақ бола ма деп. Діни кітап дәретсіз ұстауға болады, бірақ діни кітапты дәретпен ұстаған абзал, жақсы амал болып есептеледі. Енді сол діни кітаптың ішінде тіпті Құран аяты кездесетін болса да, сол діни кітапты былай дәретсіз оқи беруге болады, бірақ дәл сол Құран аяты жазылып тұрған тұсын дәретсіз қолмен ұстауға болмайды, былай тигізіп. Былай енді кітап беттің шетінен ұстай беруге болады, бірақ абзалы дәретпен оқыған жақсы. Енді дәрет қашан уәжіп болады? Соған тоқталайық. Дәреттің уәжіп болатын тұсы біздің мазхабымыз бойынша, Абу Ханифа мазхабы бойынша дәрет тек қана бір-ақ жерде ғана уәжіп болады екен. Ол қандай? Яджибул вудуу алал мухдиси ли амрин вахидин. Жалпы дәретсіз адамға, яғни бір нәрсе үшін ғана дейді. Бір нәрсе үшін ғана дәретсіз адамға дәрет алу уәжіп болып есептеледі. Парыз емес, уәжіп болып есептеледі. Уахуа тауафу бил каабати дейді. Ол Каабаны тәуаф ету дейді. Каабаны тәуаф ету үшін де парыз емес, бірақ уәжіп болады екен дәрет алу. Осымен біздің сауабымыз аяқталды. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илейк.